Мен өте кекшіл адаммын. Дұшпандарымды кешіре алмаймын. Бұл мінезімнің дұрыс-бұрыстығын таразылап көргем жоқ. Әйтеуір кісіден көрген қысастық әлде бір табиғи кері қысастыққа, есе қайыруға итермелейді. Өзіммен бір мекемеде істейтін Рүстемнің маған жасаған қиянатынан кейін үнемі осы бір өшпенділік сезімнің жетегінде жүрдім. Рүстем бізге жақында ауысқанмен өзім бұрынғыдан білетінмін. Сәлеміміз түзу болатын. Бірақ сол Рүстем біздің бөлімнің жұмысын жиналыс үстінде қатты сынап, қызметінің артықшылығын пайдаланып, маған сөгіс бергізді де, содан кейін барып, оның бітіспейтін жау екенін, және ашық жау емес, ең мерез, іштен кірген жасырын жау екенін ұқтым. Қайтып екеуміз амандаспайтын болық, бір-бірімізді байқамастан үн-түнсіз өтіп бара жатқанда, мені сенің жасаған оңбағыңдығынан ештеңем кеткен жоқ, бірақ ит екеніңді білдім. Енді сенің бар жоғың маған бәрібір деген шарасыз кекесін билейтін. Ал оның жүзінен қағып құлаттым. 1-0 менің пайдамда деген тоқ мейл тояныш нышан сезіледі. Сол себепті оның бүкіл болмысы, сіңір денесі, сыздаған жұқа әдеміші бет пішіні, киген киімі, іші тар қытымыр адамдарға тән тұржиған жүрісі бәрі жүйкеме тиетін. Одан кек алудың реті келмеді. Ол үнемі менің жанымнан 1-0 деп мұқатып, тоят нышанмен өтуін қойған жоқ. Жұрт данышпан кек алуды кассир әйел деген ақшаңды қайтып алғандай есе қайыру деп түсінеді. Мәселе еседе емес, кек алудың ләззатында. Сондықтан мен Санжардың әйелінің аман есен босануын ынтызар болып асыға күттім. Әрине, ол әйелдің босанғанын маған келіп кетер түгі жоқ. Ең маңыздысы, біздің коллектив шілдеханаға тегіс бір күн бұрын шақырылған болатын. Ендеше Рүстеммен стол басында кездесетін күн туды. Шілдехана біздің ұрыс алаңымыз болмақ. Мен жекпе-жектің әртүрлі варианттарын ойластырдым. Мен бұлай дегенде, ол олай дейді, ол бұлай дегенде мен бұлай деймін, тағы да ол олай дейді, содан кезде бұлай деймін. Ол мойнына су кетіп, жағын ашпай отырып қалады. Тағы да сол сияқты. Әйелдерімізді қолтықтап, сенбі күні кешке сағат 7:30 шамасында Санжардың үйіне келдік. Санжар іс жүргізу бөлімінде істейтін ақжарқын, ашық жігіт. Құрақ ұшып, әйелдің сырт киімдерін іліп, орысша әзіл мақтау айтып, кешкенімізге өкпелек, бәйек болып жүр. Әйелдер күйеулерінің қолтығынан ораулы туфлилерін алып киді. Айнаның алдында ұзақ тұрып шаштарын жөндеді. Коляскада құндақтаулы жатқан қызыл шақа баланы қаумалап, кімге тартқанын айтып таласты. Одан кейін босанған әйелдің жанына барып, жағдайларын сұрап, өздерінің қай балада қалай босанғандықтарын естеріне түсірді. «Столға отырыңыздар», деді Санжар қонақтарға қарап. «Кісілер келіп болды, енді отырайық». Барынша салқынғанды, сонымен бірге көңілді болуым керек деп пысықтап алдым өзімді. Оны тіпті адам екен деп есептемейтінімді білуім керек. Орындықтарды дүбірлетіп, қайда отырарымызды нақты айыра алмай, әркім кішіпейіл көрінгісі келіп, бірін-бірі жоғары ұсынып, ығысып, аз кем тұрып, ақыры реттестіріп столға жайғастық. Бірақ осы тұста ойластырған жоспарымның бәрі де тасталған болды. Рүстем келмей қалыпты. Рүстем біраз тығыз шаруамен ел жағында жүріп кетті, деп түсіндірді Санжар. Ал мына отырған сол кісінің жұбайы Зәуреш. Мен тоқыма қызыл көйлек киген, жанары кең, әлденеге қабағын түйіп алған аққұба келіншекке қарадым. Иә, деп ойладым. Безберек болғанмен аузының салымы мол жігіт, өзіне ыңғай сәтті кетті. Тіпті әйелде сұлу, көрдің бе? Осыдан кейін мен Рүстем туралы біржолата ұмытып, қарсыда әйелдерге естіртпей сыбырлап анекдот айтып отырған Сайлауға құлағымды тостым. Сайлау анекдотты өте шебер айтады. Сондықтан қанша тыңдасаң да жалықпайсың. Біз гуете қалғанда әйелдерде ынтығып, бізге де айтшы, ол не десіп, Сайлау құлақтарына сыбырлағанда жалаңаш біреуді көріп қойғандай беттерін басып қысыла күліп, әйтсе де естігендеріне өздері өкінбейтін раймен ашық жарқын қымсыңдап мәз болып қалады. Нәрестенің бауы берік болсын үшін әлденеше рет тос көтерілді. Кеш қыза түсті. Осы кезде белгілі әдетімен қайтамыз деп сыбырлады әйелім. Басым ауырып тұр. Мана келмей-ақ қояйын деп едім, сен ғой болмаған.
Мен үндегем жоқ. Рюмканы қағып салдым да айрықша ықыласпен қияр шайнауға кірістім. Саған бәрібір, менің не болып жатқаным, деді дәл құлағымның тұсынан. Өзің сау болсаң болды, өзіңнен басқа ешкімнің керек жоқ. Мен тыжырынып отырынып, келесі рюмканы қағып салдым да минералды су ішіп жан шақырдым. Ешқашан маған жаның ашып көрген емес, деген зәрлі сыбдыр келді құлағыма. Тамада үзіліс жариялап столдан тұрдық. Кәрім, деді Сайлау жаныма келіп, жұрт тараған соң қаласың ба? Неменеге? Картаға. Біз қайтатын шығармыз, дедім мен әйеліме қарап. Бәйбішенің басы ауырып тұр. Тоқта ей, деді қуанып кеткен Сайлау. Біздің Томаның да басы ауырып, содан қайтам деп отыр. Біздікі мына жерде келесі үй, сонда барсын, апарып салайға. Мен сұраулы жүзбен әйеліме қарадым. Әйелім мейілдерің дегендей ықылассыз қабағын керді. Біз киініп шығып, әйелдерімізді шығарып салдық. Қашан келесіңдер? Деді Сайлаудың әйелі. Кешікпеспіз, әлі біраз уақыт бар, алаңдамаңдар. Қайтып келгеннен кейін карта ұйымдастырудың қамына кірісіп едік. Санжар тойдың шырқы бұзылады деп рұқсат бермеді. Амалсыздан үй ішіндегі жиһазға, әйелдердің киімдеріне, аядай жерде билеп жүрген бірлі жарымды жұптарға қарап отырып қалдық. Алып жіберейік, деді Сайлау рюмкаларға тездетіп құйып. Бұл ішу үшін құп, рюмканы орталай ішіп сигарет тұтаттым. Көкшіл түтін арасынан Рүстемнің сұлу әйелін көргенде жаным қайта қозды. Подлец, дедім ішімнен, Рүстемнің бет жүзін елестетіп. Карьерист, мелочник, сен кімсің? Ақымақсың. Жамандағанын қарашы, мынаның бүгін болғаныңда көрсетіне дедің. Сен аяқтан шалып құтылудың мүмкін, бірақ аяқпен істес болған соң үнемі аяқтың астында жүресің, ұқтың ба? Ұсақсың, сорлысың, вот ты такой. Иттің жолы болғышын қарашы, әйелде сұлу. Кенет менің басыма таңғажайып бір зұлым ой келді. Бірақ әл толық өсіп, еркімді билеген жоқ. Көңіл түкпірінен жасырын оянып, өзінің бар екенін ғана білдіріп жатыр. Рүстемнің әйеліне жайлап тағы қарадым. Төбесіне қадаған шиньонда өзіне жарасып тұр. Ұшы сүйірлеу келген мұрнының қыры ерекше тіп-түзу. Ашық қоңыр көздерінің қиғымен қабағын түйіп қарайды. Қабағы неге түйетініне түсінбедім. Жанарымыз түйісіп қалып еді. Көзі тым өткір екен. Ештеңе қызықпайтындай бір салмақтылық бар бойында. Онысы маған ұнаған жоқ. Столға, деді тамада. Ет келді. Рюмкаларға арақ шарап қайта құйылды. Кенжебек сөз алып, әңгімені Санжар екеуінің танысқаны туралы айта бастады. Әлден уақытта әлдегім ән айтайық деген ұсыныс жасады. Көршілердің біреуінен домбыра келінді. Мен танымайтын бір әйел мақпалды айтты. Сайлау үнін құбылтып әртүрлі артистердің даусына салып бірнеше ән орындады. Одан кейін кезек маған келді. Мен де айтатынымды алдын ала ойластырып қойғам. Жұрттың дыбырын пайдаланып, ішімнен ыңылдап, ең жоғары даусымды белгілеп алдым да, операға артистерше құлшынып, алты басарды бастадым. Бұл ән менің ең ішкі көңілімнің ешбір әуен дарымайтын түкпірінде бойлаушы еді. Сондықтан мен әлде жан ашуы, әлде күйініш айқайы ашынған ашынмен басталатын ей қалқаны қозғағанда дирижерлық еткелі тұрғандай қолымды жайып орнымнан тұрдым. Шынында да мен бұл әннің көп жерлерін өзімше орындаушы едім. Мұңды сазбен астасып келетін жылқынған айбат сезімді, сенген сәулем қайтқан түні деген жерде одан сайын шиыршықтанып, әніне бір байыз алтыбасар тұсында екпінді азайтып зарға ауысамын. Жұрттың бәрі ду қол шапалақ ұрды. Қайырмасына келгенде қосылыңдар дегендей ишаратпен басымды изеп қарсыда отыр.